Баршаңызға қайырлы кеш достар. Біз бүгін манты тиюдің бір ерекше тәсілін үйренетін боламыз. Алдымен таза ыдысқа жұмыртқамызды, тұзымызды, суымызды құйып, үшеуін бірге жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызды салып, біртіндеп жақсылап араластырып отырамыз. Қамырымызды жақсылап иіні қанғанша илейміз. Иіні қанған қамыр өте жақсы шығады. Бұл жасап жатқан қамырымыз жалғыз мантыға ғана емес, сонымен қатар бешбармаққа, чебурекке және лағман созуға пайдалансаңыздар болады. Мінекей видеода көріп отқандарыңыздай қамырда әбден иіні қанғанша илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Ендігі 15 минут бетін жауып тындырып қоямыз. Ендігі біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге пиязбен тартылған сиыр еті қажет. Пиязымызды жақсылап турап алғаннан кейін оны тартылған етімізге саламыз. Үстіне бұрышын, тұзын, дәмдеуішін салып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз дайын болды. 15 минут өтті. Енді қамырымызды жақсылап 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Иіні қанған қамыр өте жұмсақ, нәзік болып келеді. Қамырымызды күлшелеп алғаннан кейін ол күлшемізді тағы да 3 бөлікке бөліп, содан кейін бір бөліктен алып, оны алақанымызбен жақсылап илейтін боламыз. Өзіңіз видеодан көріп отқандай. Содан кейін оны кесіп, осылай кішкентай дөңгелек етіп жаятын боламыз. Жайған қамырымыздың ішіне бір қасық салмасын салып, осы видеода көріп отқандарыңыздай әдемілеп гүлдейтін боламыз. Осылай гүлдеуді көбіне мейрамханаларда, кафелерде қолданады. Үй жағдайында да өте оңай жасауға. Жасап, істеп көруге сіздерге кеңес беремін. Осылай видеодағыдай көрсеткенімдей жасай берсеңіз болады.
Мінекей осылай біздің мантымыз дайын. Ендігі кезек оларды пісіру. Алдымен от жағып, табамызға су құйып, бірінші қайнатып аламыз. Содан кейін мантваркадегі мантымызды салып пісіретін боламыз. Мантымыздың пісу уақыты 35-40 минут уақыт болады. Мантымыз дайын боламын дегенше біз подливу жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жуа керек, сәбіз, капуста, томат қажет болады. Алдымен жуамызды турап, содан кейін оны қызып тұрған қазанда майын құйып, бірінші жуамызды шыжғыратын боламыз. Сәбізіміздің сыртын тазартып алғаннан кейін оны үкіштің үлкен жағынан өткіземіз. Пиязымыздан кейін үстіне сәбізімізді салып бірге шыжғыратын боламыз. Енді қырыққабатты алып, яғни капустамызды алып, оны жақсылап турап, сәбізбен пиязымыздың үстіне қосып бірге тағы да шыжғырамыз. Ендігі соңғы салмамыз ол қызанақ пастасы мен тұз салып бірге жақсылап араластырамыз. Енді мантының парша артық қалды, сондықтан мен тефтеле жасап подливумен пісіретін боламын. Және соңында 1 стакан су қосып шайбатта пісіретін боламыз. Мінекей біздің мантымыз да подливумыз да дайын болды. Баршаңызға жасауға кеңес берем. Маған қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Және де тағы да басқа тағамдармен, өзімнің құпияларымен сіздермен бөлісетін боламын. Ал бізге ас болсын, сау болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін.